Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын өте әдемі самса рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы айран мен жұмыртқаны қосып, және татымына қарай тұз саламыз, және сұйық майды құятын боламыз. Сұйық май болмаса, сары май құйсаңыздар, салсаңыздар әдемі дәмді болады. Және де қопсытқышты салатын боламыз. Алдын ала електен ұнды өткізіп алып, қамыр илейтін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Сонымен қатар, осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар, менің каналымда басқа да рецептің түрлері көп. Алдыңғы уақытта мен сіздерге жақсы видеолардың, жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Қамырымызды жақсылап илеп алып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді ішіндегі салмасын турап алатын боламыз. Тартылған ет болмаса, кәдімгі етті турап қоссаңыздар да болады. Картоп, жуа және құйрық май болмаса, қойдың іш майын қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Барлығын осылайынан төрт бөлшектегі турап алып, татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Дәмдеуіштердің кез келген түрі жарайды, қара бұрыш, қызыл бұрыш дегенде. Мен самсаның дәмдеуішін қостым. Барлығын осылайынан араластырып қоямыз. Және татымына қарай зіре қоссаңыздар, зира өте дәмді болады, дәмі. Енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз. 3 бөлікке бөліп, осылайынан біртіндеп жаятын боламыз. Енді оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайғанда қамырымызды қатты жұқа қылмаймыз, орта көлемінде жаямыз. Осылайынан орта көлемінде жайдық. Енді видеодағыдай көрсетілгендей қамырдың екі шетін қысып, осылайынан қамырымызды осылайынан екі шетінен қысып, осы қамырымызға ішіндегі салмаларын салып, самсаларымызды жасайтын боламыз. Алдын ала пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандай осылайынан түйетін боламыз. Уақытыңызды өте тиімді пайдалануға
көмектеседі. Бұл самса түрі. Балалар самса деп айтқан кезде осылайынан жасап берсеңіз болады. Енді осы ортасынан пышақпен кесіп, екі шетінен қысып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып пісіретін боламыз. Жұмыртқаның сары уызын жағып, және бетіне қара кунжут болмаса кәдімгі ақ кунжутты сепсеңіздер өте әдемі көрінеді. Қара кунжутты септім. Біздің самсамыз дайын. Өте дәмді самса. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын. Ыстық деп айтамын.